Ой, е-мая, енді Дейлинің супермаркеті жабылып қалды деген басқа жаққа бару керек болады. Алыс жаққа бару керек, бір нан алып қайту үшін алыс жаққа бару керек. Ема печенье мен нан үшін айдалаға барып келе жатырмын. Ема бір қып-қиын болып кетті. Ема мынандай үйлерді де салып тастаған. О, Бен отыр ғой. Кстати, достар, ауылға Бен көшіп келді бізден. Келді де менен де әдемі жайға салып үйін қараңыз. О, че там, Бен, қалайсың? Hello. Амандасып қойып отырған басшы. Енді что-то бар ғой, даже Бен келіп әдемі үй салып, маған да үй салу керек сияқты. Потом мына үйде тұрып жатқан қанша уақыт болды? Дейлинге айту керек, Дейлин қайда екен? YouTube хауста емес шығар, ол ар жақта новый үй салған еді, достар, сол жақта отқан шығар. Бір тыныштықта отырып видео түсіре алмайсың деп еді YouTube хауста, сол жақта отқан шығар, по идее. Айша екеуін қараңызшы, әдемі болып салып алған. Дейлин. Дейлин. Кім бол? Мен ғой Флойс. Кірер. Все. Че там, Дейлин, қалайсың? Ситуация? Кеп болдың ба? Иә. Нәжіп жайғастырып отқамсың. Әдемі болып салып сыныр ғой. Базар жоқ. Мен де сол темаға байланысты келген ғой, Дейлин. Ауылға жаңадан келген Бенде даже әдемі үй бар, сол маған бір үй салып тастам батық па? Бен де көмектесем деп тұр. Бенмен? Иә, Бенмен бірге үй салып тастайық. Давай, онда сыртта күтем. Так, ойбай, амандасуым кеттім. Ассаламалейкум, достар, сіздермен Флойс, қалайсыңдар? Короче, достар, бүгін біз Дейлин екеуміз маған үй салатын боламыз, және де Беннің көмегімен. Если Бен иә десе саламыз, жоқ десе салмаймыз, короче. Определенный зат. Мысалға, Бен есік қойма десе қоймаймыз, қой десе қоямыз деген сияқты, достар, сондай бір қызықты видео болайын деп тұр. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Так, қазір Дейлинді күтеміз енді. Боянып болсын деп па. Отам кеттік па? Кеттік. Так, қай жерден? Білмеймін, соны ойластырмадым әлі. Қай жерге салсақ болады? Негізінде ашық поляналарға салсақ болады, мына жаққа қарай. Или сол үйімнің орнына салсақ болады, бұзып салып, сол Бенге жақын боламыз ата. Бені отыр ғой, оя, на чили, на расслабоне отыр ғой. Мына жібі кішкентай сияқты негізі. Кішкентай ма? Кемей ма? Просто былайнан соза саламыз ғой деген ғой, былайнан. Давайнан менің магазин орнына салайық. Сөйтеміз ба? Короче, достар, Дейлин супермаркет жауып қойған. Енді құртыр, онда соң орнына саламыз ба? Беннен сұрам. Бен? Разрешение берем екен, Бен? Бен, короче, ана бар ғой, Дейлин супермаркет жауып қойды, соң орнына маған үй салсақ қарсы емессің бе? Иә. Все, достар, қарсы емес, кеттік. Сала берсек болады дейді, достар. Так, бұзайып жақында мен новыйын ашып аламын. Болды ол. Главный Бен рұқсат берді. Так, сындырамыз онда барлығын. Так, ема, достар, бірінші бір үйім үлкен болайын деп тұрған сияқты, кішкентай емес, бір комнатный емес. Так, короче, достар, міне полностью супермаркетті сындырып болдық, қиратып болдық. Енді қазір қалай бастасақ болады екен, Беннен көмек сұрау керек сияқты. Что-то Бенді деген мына жерге бір әдемі орындық қойып қояйық та, сол жерге отырғызып қояйық, қарап отырысына айтып отырады. Дейлин. Сөйтеміз ғой, Дейлин, мында шақырамыз ғой. Примерно осы өзім шақырамын сен. Беннен қайсысы ұнап тұр саған, қара. О, есін ол дейді ғой. Біріншісі ма? Қара, біріншісі ма? Екіншісі ма? Екіншісіне естід. Екіншісіне салайық онда. Екіншісі қайсы шатасып кеттім ғой мен. Науғы. Андай. Нау ма? Все, осымен онда. От души, Бен. Ауылың стилін құртпау керек, главный. Ауылың не құртпасын. Онда мынандай да керек болады. Булыжникпен саламыз ғой басшаға. Сосын ары қарай жағын ағашпен жалғастырамыз. Да, Бен? Так. Yes.
дейді ғой. Қалай салып отырсың сен? Бірінші басы жағы фундамент сияқты қылып соғып қояйын деп жатқан бұны. Примерно қаншалықты болады, соны ойластырмады. Так, тоқта. Мына жерде болады ғой. Так. Мен осылай. И примерно осылай болса. Так, онда мыналарды алып тастайын. Примерно осылай ма? Нормально, бұрынғы үйден үлкенірек болады әйтеуір. Так, есігін қояйық. Бен есік қояйық па? Қандай есік қояйық? Күте тұр, қандай есіктер бар бізде варианттарда. Так, бізде мынадай 3 есік бар екен. Так, негізі есік көп екен бізде. Так, тастайық. Мына есікті қоямыз ба, Бен? Yes. Так, келесі. Мынау ма? Біріншіні айтты ғой. Біріншісі ма? Осыны қояйын ба? Ұнап тұрма саған? Қара, Бен. Yes. Yes дейді, әке. Қойшы ғой. Так, Бенге ұнап жатыр әйтеуір. Вообще есік қойма деп айтама деп ойлаймын. Так, по-быстрому жауып тастайын мына жерді. Кстати, сендер де ана заттарыңды өздерің салдыңдар ма, или Беннің көмегімен салдыңдар ма? Өзім салды ғой. Өзің салдың. Ата Бен бүйтіп әдемі қылып салғысы қоймайтын сияқты. No дей беретін еді ғой. Так. Соғыстың өзімді салып қойсын. Так, давай бүйтіп фундамент. Ана үйдікіне ұқсастайық. Ауылдікіне ұқсаса болды десе. Өзің западан жалғыз қалдық қайттан. Бен біздің бос қой, қара отдыхает. На расслабоне отыр. Отыр ғой, кайфпен олай. Иә, барлық жұмыс біз істеп жатырық. Yes, no деп отыр. Бенге ұнап жатқан сияқты түріне қарасақ. Да, Бен, қара. Әдемі ма? В принципе, нормально дейді. Бүйтіп айналып қарап қояды ол. Иә, түрін қараш Беннің. Так, все. Қазір енді осындай болады. Мына жерден потологын жабамыз. Все, дұрыс. Так, жауып тастайық, давай. Так, Бен, қара. Қара. Айнаға қайсысы жақсы келді? Мынау ма? Мынау ма? Мынау ма? Или мынау ма? Қайсысы әдемі, Бен? Байди, екіншісі. Мынау ма? Қара. Айт, мен көрейінші. Бен, осы ұнап тұр ма? Бен, мынау ұнап тұр ма? Әлем, мынау ма? Қайсысы әдемі, Бен? Yes. Мынау ма? Yes. Сол дейді ғой. Осы дейді ма? Төлеп тұр. Иә. Бенге ұнаған қоямыз енді достар. Терезелерін салып тастайық достар. Давай тоқырып лайктарын басып отырмын. Так. Жағын салып тастайын. Давай. Так, хоппа. Оп. Оп. Все. Все. Стеклянный дом болды ғой мынау. Давай потологын жабайық. Так, потологын жауып тастайық. Sen потологын жабайық, мен крышасын істей берейін. Давай. Так, тестерін жауып тастаймыз. Бенге үй салып жатқандай болдық қой, маған емес. Все, әдемі ма, Бен? Крышасы слишком үлкен болып кетеді. Так, ішіне өтеміз, Бен, если что. Ішінде әдемілеу керек. В целом, қалай, Бен, пока ұнап жатыр ма? Қай жері ұнамай жатыр? Байди бәрі әдемі болып жатқан жоқ ма? Өзің айтқан бойынша істеп жатыр. Ой, мынау күліп отыр ғой, прикол ұстап отыр ғой адам ішінен.
Ё-моё. Офигел Бен. Жауап берші же. Күле берме, өзің дым істеп отқан жоқсың. Соны айтам ғой, Бен. Қойшы ондай. Так. Так, мыналарды дәлт етсек. По идее болды. Терезелерді қойдық. Так, не қалды енді? Ішін әдемілеу қалды, по идее. Бен қалай үйін алып отыр ма? Yes. Yes, дейді, конечно, алып отыр. Мен қолыма салынып отыр ғой. Так, Бен қара қайсы ковриктерді қояйын. Мына төртеуінің қайсысы жақсы? Қара бір-бірлеп лақтырам. Қара біріншісі қара. No. Ұнамай ма? Так, келесі сонда. Бирюзовый. No. Ұнамайды. Голубой ше. No. Ол да ұнамай ма? Онда тек соңғы вариант қалды. Yes. Нормально ма? Yes. Yes. Басқа варианттар ұнамайды. Бірақ, келмейді ғой цветі. Біздің затпен. Үй кеспей тұр ғой, Бен. Что-то ішке кіресің ау деймін, что-то сен көріп отқан жоқсың мына жақта. Так, бірде бөліп алмайсың ба үйдің ішін? Қай жерден не болады дегенде. Иә. Қазір ойланып жатырмын соны. Так, қалай бөлсем болады, а? Так, ойлану керек. Ё-моё, қалай істейміз? Все, Бен, ұнады ма? Yes. Ойланып алайын. Онда қалай істейтінін. Так, короче, онда Беннің астына қойылмайды. Отыра берсін бәкі. Бұлай дұрыс емес сияқты. Жағы сол жақсы сияқты, по идее. Кәс. Қара, Бен. Мынан қайсысы әдемі? Мынау әдемі ма? Қойып көрсетейін ба? Қара. Мынау әдемі ма? Мынау әдемі ма? Мынау әдемі ма? Или былай тұр. Мынау әдемі. Қайсысы әдемі, Бен? Қарашы. Жарма? Мынау ма? No дейді. Жоқ, ұнамай тұр алып. Мынау ма? No. No дейді. Так, ладно, мынау ма? No. No дейді. Вообще кеспей тұр осы бер. О, мынау. Мынау ма? Yes. Yes дейді. Нәртөбе осы әдемі болып тұр. Болды, осыны қоямыз. Бұны қайда қоятынымыз ойластыру керек енді. Примерно осы жерлерге жататын шығармын. Иә, осы жерлерге жату керек, примерно. Так, осылай жауып қоямыз енді. Бен, ішпе, Бен, не ішіп отырсың? Ішіп отыр ғой, қара, ишак. Ішеді ол газет ұстап алып, ішіп отырады ол. Күледі ғой еще. Хитрый Бен. Бен, қара, қайсы картинканы қояйын? Так, мынау ма? Мынау ма? Мұнда қойылмайды екен де. Так, мұнда қойыла ма? Мынау ма или мынау ма? Ой. Қайсысы әдемі, Бен, қара? Ол не бәрі тұра біліңдер. Yes. Бәрін ұнап тұр ма саған тұрған? Yes. Yes дейді, айттым, маған ұнап тұр. Болды, онда Бенге ұнаса болды, главный. Мағаншы? Бен бұл главный болды. Сен нормально ма, Бен? Қалай ұнады ма мен кухням? Yes, Yes. конечно ұнады. Бұған ұнамай қайда барады десе, дейлен салып отыр ғой. Бен сол жерде отыра берсің бе, бізге рат салдыртпайсың ба? Мына орындыққа отырасың ау деймін, что-то по идее бар ғой. Біз ол жерге астыңа бір зат қоюымыз керек. Еще мына жерде отыр ғой, қара, булыжниктің үстінде отыр ғой. Ой, кеттіп. Отырмын да. Так, жауып тастайын да жүріп, все. Отырсың ба, қазір. Қолыңа газетіңмен тамақ. Алып қаштың ғой сен ішетін. Ойынды ішет отырып ал. Мә. Опа. Прил, мә. Болды, іше бер. Менің атыма, менің шатыма. Смел іше бер. Да, телевизорма бірден қой жүріп, диванмен болды сонымен. Сөйтем зау. Бен мені қарап отырғысы келеді ау деймін да. Барлық үйді типа стеклянный қылып түседі ғой, почти барлығы. Қарап отырсың деймін да. Мені бүйтіп аңдап отырайын деп отырсың. По идее, үй дайын. Иә, по идее, все. Әдемі болды деймін да. Так, саған үй ұнады ма? Yes, конечно ұнады, мен қолымнан істеді ғой. Дейлені қоймайтысың ғой менің қолымнан деп. Ұнады ма, брат? Yes. Бұқат деп. Шик онда кеттік деп па. Так, достар, енді осындай видео болды. Беннің көмегімен және Дейленің көмегімен маған жап жаңа әп әдемі пәтер үй салдық десек те болады. Супермаркеттің орнына.
в целом әдемі көрінеді. Қараңыздар өздеріңізде. Ұнады ма сіздерге? Бенге точно ұнады. Так, енді сіздермен болған мен Флайс, және де менімен бірге Дейлин. Давайте, достар.